жүрек таза тәкаппарлығым бар, я Алла. Я Алла, көре алмаушылығым бар, я Алла. Я Алла, менің қызғаншақтылығым бар, менің осындай мінезім бар, іштарлығым бар. Менің жүрегімді тазартшы деп Алладан таза жүрек сұрау керек. Бұл бір. Екіншісі, кешірілген күнәні сұрау керек. Біз келдік, кешірілмей, дәл осылай өзгермей қайтсақ, бұл бізге өкініште өкініш болады. Я Алла, бізді мынау күнәмізді кешірілген халде, я Алла, біз екінші дұғаны сұрау керек. Кешірілген күнә, яғни күнәмізді кешір. Үшіншіден, осы жерде мына 5 уақыт намазды міне бастағандар бар, Аллаға шүкір. Жамағатымыздың ішінде. Үшіншісі, я Алла, бізге тұрақты түрде намаз нәсіп ет, намазымызды тұрақты түрде оқуымызды нәсіп ет деп. Елге ертең оралғаннан кейін жалқаулыққа салынбай, осы 5 уақыт намазымызды сол сақтап қалуымыз керек, елге апаруымыз керек. Төртіншісі, мына 3 нәрсеміз дұрыс болу үшін, төртінші бізге керек нәрсе, мынау тамақтан өтіп атқан нәрсеміз халал болу керек, құрметті қажылар. Егер біздің намаз оқысаңыз да, құлшылық қылсаңыз да, бірақ мына тамақтан өтіп жатқан нәрсе халал болмаса, Пайғамбар саллаллаху алейхи айтқандай, біреу дұға қылып жатыр, оның ішкені харам, жегені харам, оның қайдан дұғасы қабыл болсын дейді. Көрдіңіз бе? Пайғамбар саллаллаху алейхи айтып жатыр, егер қолыңды жайып, я Алла, менің дұғамды қабыл қыл деп, Алла сенің дұғаңды қабыл қылын қаласаң, сен тамағыңды дұрыста дейді, тамағың халал болсын дейді. Сол кезде дұғаң қабыл болады. Мына 5-шісі, Алладан, я Аллахым, маған берекелі өмір нәсіп ет деп Алладан соны сұрауымыз керек. Осы 5 нәрсе ішінде барлығы бар. Я Алла, бізге берекелі өмір нәсіп ет. Берекелі өмір ішінде жақсы әйелің, жақсы күйеуің, жақсы бала-шағаң, жақсы жұмысың, жақсы жағдайың, барлығы осы сенің берекелі өмір